Көп түкірсек көл. Түркияда апаттан зардап шеккендерге қайырымдылық көмек жалғасуда. Ой баба. Көріп тұрғандарыңыздай Астанадағы Түркия елшілігіне қарапайым адамдар да апаттан зардап шеккендерге заттай көмек әкеліп жатыр. Жандар дүйім жұртты қуантты. Қайырымды жастардың бастамасымен 100-ден астам киіз үй бүгін Алматыдан Түркияға жіберіледі. Түркияға көмек Қазақстаннан, Құдайға шүкір, біраз өкімет те, жеке кәсіпкер де жіберіп жатыр. Осында мұрындық болып, біздің қазақ үйлерімізді, киіз үйлерімізді Нұрбек Бекбау деген бауырымыз мұрындық болып, 100 шақты киіз үйді жіберді. Киіз үйде міне төбесінде түндігі бар, және отын жақсаңда жылы түтіндемейді, ұстанбайды осы жағыда. Және бұл палатка сияқты 3-4 күнге емес, 5-6 ай, 7 айға тұра беруге болады. Бірақ біз неге осындай бір жақсы амалдарда неге сын айтып артқа тартамыз? Құрметті қазақ елі. Мұнда желілерде шығып жатыр. Неге киіздің орнына тент, палаткалар жібермейміз? Ол арзан, адам көбірек сият деп. Неліктен ондай позицияда болдыңыз? Палатка Қазақстанмен білмей қалады десеңдер, жаңағы көк туымызды эмблемасы жауыстырып қойыңдар деген сияқты қарсылықтар болды. Сөйтсек, бұлардікі кәдімгі сол біз айтқан 4 слойлы палатканың киіз үй түріндегі нұсқасы. Өзіңіз ондай жасағыңыз келсе жасамайсыз ба? Әйгілі тұлға Бернард Шоу былай айтқан екен. Сыншылар да өздерінің іздегенін көреді дейді. Сондықтан да сіз не іздейсіз, соны табасыз. Сізге ешкім қой деп атқан жоқ. Алыңызда палатка жіберіңіз, алыңызда басқа нәрсе жіберіңіз. Бірақ осыны қайырымдылық жасап, елден ақша жинап, соған амал әрекет жасап, өзінің уақытын, өзінің денсаулығын құртып атқан бауырларға Алла разы болсын дегеннен басқа не айтуымыз керек? Қайта біз оларға көмектесейік, жәрдемші болайық. Қолыңызда не келеді? Соңын жасасаңыз, соған Алла разы болсын. Ал енді сөздің соңында айтарым осындай азаматтарға: біреудің сынын іздегенше өзіміздің мінімізді іздейік, ағайын. На сердце боль, взгляд смотрит в небо, ждет ответа. Душа не верит в то, что нету, тебя уже нету. На сердце боль, взгляд